Меломен тобынан бөлініп шығып, жеке шығармашылықпен айналыса бастаған Жігер Ауыпбаев жалғыздың шаңы шықпас деген мақалды жоққа шығаруға тырысып жүр. Әнші аз ғана уақыттың ішінде өзінің қойған мақсаттарын түгелімен орындап келе жатқанын айтып, қуанышымен бөлісті. Мен қазір енді барынша күшімді салып жатырмын. Жалғыздың шаңы шықпас деген де сөз бар, бірақ дегенмен де ол мақалды шетке ысырып қойып, барынша шаңымды шығарайын деп барынша басып жатырмын. Аллаға шүкір, осы бір жыл әлі болған жоқ, жеке шығармашылығын бастағаныма. Екінші клиптің уже түсірілімі бітті. Қазір бұйырса үшінші клипті басталатын. Ол мен үшін, өзімнің құрған жоспарым үшін үлкен жетістік. Маған өзіме. Әрине, Жігер сахнада жалғыз болғанымен, өмірде жалғыз емес. Біршама қиындықтар кездескенімен, бәрін жеңуге болады екен дейді әнші. Оның тыңдармандары мен қолдаушылары, фанаттары күннен күнге көбейіп, шығармашылығына мотивация беріп келеді. Осы ретте әнші әрбір тыңдарманына алғыс айтып үлгерді. Мен осы жеке шығармашылығымды бастап жүрген кезде де расын айтайын, сәл қатты қиналдым. Сол кездерде маған бірден бір осы үлкен қанаттандырған, былайша айтқанда күш-қуат сыйлаған деп айтсам болады, осы Жига фандар. Неге десеңіз, маған Жига, сіз творчествоңызды тоқтатпаңызшы, біз сізге әніңізді жазып берейік, біз жиналып деп, біраз адамдар жиналып, бір ән жазып берген еді маған негіз. Олар кішігірім сонда үлкен, мен үшін үлкен қолдау болғалы ол. Тыңдармандардың, фан-клубтардың тарапынан осындай үлкен бір қолдау болған кезде әрине ол жүректі жылатады, одан кейін алға қарай үлкен бір құлшыныспен еңбек етуіңе бір септігін тигізеді. Сондықтан сол Жига фандарға үлкен алғысым білдіремін. Жеке шығармашылығына енді ғана бір жыл толатын әнші Жігер Ауыпбаев жалғызбын деп қарап отырған жоқ. Бірден жаңа әндер жаздырып, бейнебаян түсіріп үлгерді. Шығармашылықтағы жаңалықтары туралы әншінің өзі айтсын. Шығармашылығымда жаңалықтар өте көп. Жақында ғана осы өзімнің жеке шығармашылығым бастағалы біраз әндер жазып, одан кейін сол әндердің ішінде Алдамадым деген әніме бейнебаян түсірдім, түсіріліп бітті. Осы бір 3-4 күндікте қазір халыққа жол тартады бұйырса. Өте жақсы, сапалы түсірілді деп өзім айта аламын. Ән жаздыру, бейнебаян түсіру, мұның бәрі ұжымдық еңбекті талап етеді. Креатив ой мен табанды еңбекті талап ететін әнші бұл жолы жас әрі мықты мамандарға сенім артыпты. Ең бастысы жаңа бейнебаян көпшіліктің көңілінен шықса болғаны деп отыр. Өйткені ол режиссерлардың сондай бір қалайсам болады, шеберлігімен жасаған дүниелері, креативный дүниелері маған өте қатты ұнады. Мен басында расын айтқанда, Мерей Маханов режиссер, Жига осылай қылып түсірейік, мынандай қылып түсірейік, креативный қылып сәл кішкене қазір заманауи қылып жасайық деген кезде мен қатты оған көңілім аса бұрылмаған едім. Кейіннен енді кейде былай болады ғой, мысалға өзіңнің ойыңмен жасаған дүниелер кейде өзіңнің ойынан шығады, бірақ басқалардың ойынан шықпауы мүмкін. Осындай кездерде басқаларға ерік беруге тура келетін кездер болады да. Сол кезде мен осы жаңағы командасына, Мерейдің командасына ерік бердім. Толығымен жасады, расын айтқанда мен өзіме қатты ұнады. Бұйырса осы жақын арада барша көрермендерге жол тартады. Айта кетейік, Меломен тобы 2007 жылы құрылған болатын. Сол уақыттан бері әнші жігіттер елдің сүйікті топтарының біріне айналды. О махаббат, Арман Шағала, Келеді кездескім сияқты әндері хит шерулерде алғашқы орындарды иеленді. Ал топ мүшесі Жігер Ауыпбаев бір жылдан бері топтан бөлініп шығып, жеке шығармашылықпен айналысып жүр. Ерке Есмахан «Қайда» клипінің жалғасын түсірді. Еркенің «Қайда» әні жарыққа шыға салысымен ақ хитке айналып, бүкіл елге таралып кеткен еді. Тіпті аталған клип 5 айдың ішінде 30 миллион рет қаралып, бұрын соңды болмаған рекорд орнатты. Күні кеше әнші елді шулатқан әннің жалғасы ретінде жаңа бейнебаян түсірді. Айтпақшы, бұл туындыда Еркеден басқа басты кейіпкер болмайды. Егер басты кейіпкерді тапсам, бұл ән шықпас еді. Басқа ән шығатын еді, мен бақыттымын деген сияқты. Әзірге іздеу үстіндеміз дейді Ерке ағынан жарылып. Түсірілімі кеше аяқталған жаңа клипі 1-2 аптаның ішінде жарыққа шығады. Ендеше күтейік.